Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақ тілі сабағын жалғастырамыз. Сабақ басталмас бұрын мына суреттерге көңіл аударамыз. Егер суреттерді көріп болсаңыздар, келесі сұрақтарға жауап берейік. Балалар, суреттерден нені байқадыңдар? Суреттерде немен айналысқан адамдарды байқадыңдар? Сендер бос уақыттарыңды қалай өткізесіңдер? Егер сұрақтарға жауап берсеңіздер, келесі бейнероликті тамашалаймыз. Сәлем, бүгін мен сізге хобби туралы шағын мәлімет айтамын. Хобби ол адамның әуестігі. Осы жұмыспен адам әр күн жанмен шұғылдасады. Хобби біздің сүйікті құмарлығымыз. Әр адамда өзі хобби болады. Спортпен шұғылдасу. My life be like жанкүйершілік. Саяхатшылық. Оқу. Және ұйықтау. Менің хобби ол деректі кітаптарды оқу. Маған 20 ғасырдың құпиялар ұнайды. Егер бейнероликті тамашалап болсаңыздар, сендерге сұрақ. Не үшін мен бағана сұрақтарды және осы бейнероликті көрсетіп отырмын? Дұрыс балалар, яғни бүгінгі біздің өтетіміз тақырыбымыз сабақтың келесі хобби. Оқу мақсатымызбен танысайық. Жанрлық ерекшеліктеріне сай рәсімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу. Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Күрделі сөздерді тұлғасына қарай ажырату. Енді балалар, 59-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді оқып, негізгі ақпаратты табыңдар. Ал мәтінмен танысайық. Хобби дегеніміз әр адамның өзі сүйіп істейтін әрі қолынан келетін ісі. Біреулер сурет салғанды, біреулер ән айтқанды, ал енді біреулер коллекция жинағанды ұнатады. Жер бетінде қанша адам болса, барлығында бос уақытында айналысатын сүйікті ісі болады. Қазақ қаламгерлерінің көпшілігінің сүйікті істері болған. Мәселен, балалар, ақыны Мұзафар Әлімбаевтың хоббиі сөз жұмбақ, сканворд құрап, шешу, әлем халықтарының мақал мәтелдерін жинау. Оларды қазақ тіліне аудару. Жауынгер жазушы Әзілхан Нұршақовтың хоббиі сурет, жақсы кітап жинау. Қадыр Мырзалидің хоббиі кітап, қалам, бәкі, төсбелгі жинау болса, жазушы аудармашы Герл Бельгер шахмат ойнауды жақсы көрген. Классик жазушы Ғабит Мүсірепов неше алуан таяқ жинаған. Қазақтың біртуар ұлы Дінмұхамед Қонаев ұлттықтан топтама жинаса, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың хоббиі табиғат аясында болу, спортпен шұғылдану, музыка тыңдап, кітап оқу. Ал мәтінмен таныстық, келесі сұрақтарға жауап берейік.
Адам хоббимен не үшін айналысады деп ойлайсыңдар? Дәлел келтіріңдер. Болашақта қандай істі қолға алғыларың келеді? Мәтінде айтылған ұлы адамдардың есімдері, істеген істері сендерге таныс па? Мәтіннен күрделі сөздерді теріп жазып, оның қандай түріне жататын анықтаңдар. Алғашқы 3 сұрағын балалар маған жеке өзіме ауызша жауап береміз. Ал соңғы тапсырмамыз дәптерге орындап жазамыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. 3-ші жаттығу, яғни 60-ші бетті ашамыз. 3-ші жаттығуды орындаймыз. Суреттердегі балалардың хоббилер туралы хабарлама жазыңдар. Тұрған суретке мұқият қарап, хабарлама жазамыз. Хабарлама жазған кезде хабарламаның жазу ережелерін, заңдылықтарын сақтаймыз. Бекіту кезеңінде топтастыру әдісі бойынша хоббидің пайдасы туралы жазып шығамыз. Үйге тапсырма 5-ші жаттығу. Мәтінді негізге алып, өздерінің сүйікті істерінің артықшылығын жарнамалаңдар. Мәтіндерінен күрделі сөздерді теріп жазып, түрлерін көрсетіңдер. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңдар. Тапсырманы уақытылы жібереміз.